LVMH басшысы Бернар Арно әлемдегі ең бай адамдар тізіміндегі көшбасшылықты өзіне қайтарып алды. Reddit IPO туралы не белгілі? Әлемдегі саяси ахуал әлі де тұрақсыз күйде қалып тұр. Бұл Инвест бәрін түсіндіріп берейік. Жұма күні жарияланған америкалықтардың жеке қаржысы туралы есептер нәтижесі тәуекел құралдарына тағы да қолдау көрсетіп тұрғандай болды. Бір жағынан ақш статистика ұйымдары жеке тұтыну шығындарына жағымды базалық баға индексін 0,2% жариялады. Бұл инфляция өлшеудің тағы бір құралы. Ал бір жағынан үй шаруашылықтары бойынша кірістер мен шығындарды өсіп жатыр деген мәлімет жариялады. Бүгін таңертең Bloomberg сарапшысы Гарфилд Рейнольдс тұтыну шығындарының әлі де жоғары болуы ақш Федрезерві өзінің монетарлық саясатын жұмсартуды қарастырудан бұрын әрі қарай прогресті көргісі келетінін белгі беретінін растап отыр деп жазды. Біз оның бұл көзқарасымен келісеміз. Өздеріңіз білетіндей ФРЖ осы аптада жиналыс өткізеді. Жұма күні және бүгін S&P 500 бен Nasdaq плюс көрсете алмады. Мұның бәрі таяу шығыстағы шиеленіске байланысты. Хуситтер Қызыл теңіздегі кеме тасымалы қызметіне кедергі беріп жатыр. Өткен демалыс күндері тағы бір сауда кемесін атқылаған. Сонымен қатар жексенбі күні Иорданиядағы Америка базасында да шабуыл жасалды. Жарақат алғандардан бөлек қайтыс болғандар да бар. Сондай-ақ ақшта оңтүстік шекараны қорғау бойынша және президент Джо Байденнің табиғи сұйытылған газ бойынша жаңа жобалары тоқтата тұру жайлы шешіміне байланысты саяси шиеленіс жүзеге асты. Президент шешімін Техас басшылығымен бірге Конгрестің кейбір өкілдері де сынға алды. Одан кейін Қытай жайлы де көптеген жаңалықтар шығып жатыр. КХР бағалы қағаздары реттеу комиссиясы Шанхай мен Шэньчжэнь қор биржаларында кейбір акцияларды бүгіннен бастап қысқа сауда бойынша несиелеуге тыйым салатынын туралы жариялады. Реттеуші ұйымнан соң аталған биржалар тыйым салынған кезеңде бұл акцияларға стратегиялық инвесторлар қарыз беруге рұқсат жоқ екенін мәлімдеді. ақш президентінің ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесшісі Джек Салливан және Қытай сыртқы істер министрі Бангкокта сенбі күні кездесті. Бұл өз кезегінде екі тараптың өзара қарым-қатынасын жақсартудың алғы шарты деуге болады. Тараптар алдағы көктемде ақш және КХР басшылары телефонмен сөйлесу ықтималын да талқылаған. Енді ақштың бұрынғы президенті және алдағы президент сайлауына түсу ниеті бар Дональд Трамптың сөзін келтіре аламыз. Алдағы сайлауда сарапшылар Трамптың жеңісін болжап жатыр. Трамптың айтуынша ол президент болса барша Қытай тауарларына 60%-ға дейін баж салығын енгізеді. Өткен апта қор нарығы секторларын талдау. Энергетика секторы орташа деңгейден плюс 3,9%, байланыс секторы плюс 2,8% және қаржы секторы плюс 0,6%. S&P 500 индексіне қатысты көшбасшылар қатарында болған көрсетеді. Негізгі жоғалтқандардың қатарында ұзақ мерзімді тұтыну секторы минус 2,2%, жылжымайтын мүлік секторы минус 1,8% және денсаулық сақтау саласы минус 1,4% болды. Енді негізгі корпоратив жаңалықтарға тоқталсақ. 2023 жылы Қытайға Apple смартфондарының жеткізу көлемі азайды. Бұл ең алдымен халық арасындағы сұраныстың бәсеңдеуімен және Huawei секілді бәсекелестің нарықтағы орны ұлғаюымен байланысты. Google өз ережелерін өзгертіп, өз іздеу жүйесінде кейбір криптовалюта өнімдерін жарнамалауға рұқсат берді. Байден әкімшілігі жуық арада жартылай өткізгіштер жасайтын жетекші компанияларға субсидия беруді жоспарлап отыр. Субсидия алатын ұйымдар қатарында Intel мен Taiwan Semiconductor бар. Reddit IPO аясында $5 миллиард бағалануы мүмкін. X болжанған $20 миллиард ақшадан $6 миллиард инвестициялардан тартуды жоспарлап отыр. Tesla ақшта бағдарламалық қамтамасыз етудегі олқылықтарға байланысты 200 мың көлікті кері қайтарды. Tesla сатылымдары 2024 жылы біраз бәсеңдейді. Оған нарықта сұраныс азайып, бәсекелестер саны артты және жоғары пайыздық мөлшерлемелер себеп болып отыр. LVMH басшысы Бернар Арно әлемдегі ең бай адамдар тізіміндегі көшбасшылықты өзіне қайтарып алды. Ол бірінші орында тұрған Илон Масктың орнын басты. JetBlue, Spirit Air мен жоспарланған бірігу жобасы жүзеге аспай қалуы мүмкін екенін мәлімдеді. Alaska Airlines ұшақтары тексеруден кейін Boeing жасаған 333 MAX 9 қайта ұша бастаған мәлімдеді. Жұмысшының комаға түсуіне байланысты немқұрайлығы үшін SpaceX үстіне сотқа арыз түсті.
Nestle Ресейдегі мысық пен ит азығының бағасы өсетіні туралы мәлімдеді. Достар, бүгінге осы, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.